Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бұл видеоның атауы 1000 балкон деп аталады. Қарап отырсаңыздар, өткенде мен осы ағаш жәшікке 6 сантиметр етіп таза биогумус салдым. Сосын үстіне не істедім? Укроптың дәндерін сеуіп қойған едім. Олар өсіп шықты. Арадан бір шама уақыт өткен соң, бір апта, бір жарым апта шамасы өтіп қалды уақыт. Қазіргі уақытта бұлардың жағдайлары өте тамаша. Бір мезгіл суғарып қоямын. Мен осындай ағаш жәшіктерге жаңағы биогумус салып, укроп, петрушка, көк пияз, сондай сияқты өсімдіктерді не істеймін? Балконда қаруға кеңес беремін. Балконда өсіруге. Қазір алдымызда қыс келе жатыр. Жаңағы витамин, таза витамин, қарап отырсаңыздар, егер өсіп өніп шығатын болса, тамаққа қолданса болады бұны. Сосын қазіргі заман талабына сай көп адамдар этаждық үйлерде өмір сүреді. Жұмысқа барады, қайтады, жаңағыдай. Табиғатпен қарым-қатынастары не өте аз. Сондықтан осындай балконға осындай егетін болсаңыздар, жұмыстан келіп, бір мезгіл суғарып, арасындағы арам шөптерін жұлып, жаңағыдай, бір мезгіл демалып, рахат сезіміне батса болады. Қарапайым жәшік, бірақ әкелер пайдасы өте үлкен. Мен не айтпағымды түсінген боларсыздар. Видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарияға өз ойларыңыз жазыңыздар, каналға подписка жасаңыздар. Сау саламат болыңыздар.